Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен 68-ші сабақ мен білетін салт дәстүрлер тақырыбын өтетін боламыз. Бүгінгі сабақта мәтіннің мазмұнын жоспар бойынша әңгімелейтін боламыз. Олай болса, сабағымызды бастайық. Бірінші тапсырма: ребусты шеш. Бірінші Б әріпі ай, бай. Қағаз сөзінің бастапқы екі әріпін алып тастаймыз. Қаз, одан кейін әріпі. Сонда бізде байғазы сөзі шықты. Бұл сөздің мағынасын білесің бе? Ойлан. Байғазы қазақ дәстүрінде үлкеннің кішіге, негізінен балаға беретін сыйлығы. Байғазыны көбінесе жасөспірім балалар, бойжеткен қыздар, бозбалалар жаңа киім кигенде, жаңа зат алғанда, ағалары мен жеңгелерінен, әпке, шеше, жанашыр жақын туыстарынан сұрайды. Үлкендер байғазыны ақша, мал түрінде берумен бірге құтты болсын айтып, ізгі тілектерін білдіреді. Екінші тапсырма: түсініп оқы. Байғазы. Нартай бүгін де ерте тұрды. Күндегі дағдысымен беті қолын жуып келді. Үйге кірсе, атасы мен әжесі шайға отырған екен. Қастарына барып жайғасты. Дәл сол кезде есік ашылды. Өткенде тұсау кесілген Ержан мен оның ағасы Ермек кірді. «Ассалаумағалейкум» деп сәлем берді Ермек. «Уағалейкум ассалам. Сәлемші болсаң, төрге шық», деді Нартайдың атасы. Олар дастарханға келіп жайғасты. Әжесі ағайынды екеуіне шай құйып берді. Балалар бауырсақ жеп, шай ішуге кірісті. Шай ішіліп болды. Ермек пен Ержан кетуге ыңғайланды. Нартайдың атасы оларды тоқтатты. Әжесі: «Мына балаларға жаңа киім киіп келіпті ғой, байғазы бересің бе?» деді. «Иә, өзім де ойлап отырмын. Бұлар әжесіне байғазы алуға келген ғой». Әжесі дастарханды жиып, түпкі үйге кіріп кетті. Кішкене бөгеліп қайта шықты. «Ал балалар, киімдерің тозғақ, өмірлерің озғақ болсын», деді. Екеуіне 2 қағаз ақша берді. «Рахмет, әже», деп Ермек ризашылығын білдірді. «Ата, әже Ермекке неге ақша берді?» деді Нартай. «Оны байғазы дейді. Кішкентай балалар жаңа киім киіп келгенде береді», деді атасы. «Ержандай кезінде сен де талай адамнан байғазы алғансың». Нартай мәз. Мәтіннің авторы Серік Нұғыман. Үшінші тапсырма: жоспар бойынша әңгімеле. Балалар, дәл осы жоспардан ауытқымай мәтінді әңгімелеп беріңіздер. Әженің тілек сөзін көшіріп жаз. «Ал балалар, киімдерің тозғақ, өмірлерің озғақ болсын», деді. Балалар, енді келесі тапсырмаға көшеміз. Қорытындыла. 5-ші тапсырма: байғазы дәстүрі туралы не білдің? Байғазы деп кішкентай балалар жаңа киім кигенде беретін ақшаны айтады. 6-шы тапсырма: үй тапсырмасы. Мәтін соңындағы атасының сөзін оқы. Мәтін соңында балалар атасы былай деді, «Оны байғазы дейді. Кішкентай балалар жаңа киім кигенде береді», деді атасы. «Ержандай кезіңде сен де талай адамнан байғазы алғансың», деді. Байғазы сөзіне анықтама жаз. Байғазы қазақ дәстүрінде үлкеннің кішіге, негізінен балаға беретін сыйлығы. Байғазыны көбінесе жасөспірім балалар жаңа киім кигенде, жаңа зат алғанда жақын туыстарынан сұрайды. Үлкендер байғазы берумен бірге құтты болсын айтып, ізгі тілектерін білдіреді. Балалар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сабақ сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Бүгінгі сабақ сіздерге ұнаған болса, лайк басып, сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне жаза өтіңіздер. Міндетті түрде жауап қайтаратын боламын. Олай болса, Зерек бала каналына тіркеліп, колокольчик басып қойыңыздар. Келесі сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар.